Барлықтарыңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай өте дәмді болып шығатын блинчиктердің рецептімен бөлісемін. Егер де сіздердің блинчиктеріңіз дұрыс шықпайтын болса, онда осы видеоны соңына дейін көріңіздер. Блинчиктің жақсы шығуының бірден-бір себебі ол барлық заттардың бөлме температурасында болуы. Ең алдымен жұмыртқамызды саламыз. Менде 4 жұмыртқа. Осының үстіне 8 ас қасық құмшекерді саламыз. Және де қасықтың ұшымен тұз. Жақсылап араластырамыз. Міне қантты ергенше араластырып алдым. Енді осының үстіне біз 700 грамм сүтті құямыз. Араластырып отырып құямыз. Енді ұн қосамыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізіп қосыңыздар. Ұнды бөліп қосып отырып араластырамыз. Бірден ұнды қосып жіберуге болмайды, ол кезде қою болып кетуі мүмкін. Енді осы тестіміздің үстіне 3 ас қасық сұйық майды қосамыз. Осындай масса болып шығу керек. Енді табаны қыздырып аламыз. Осылай бетінде буы шығып тұру керек. Егер де табаны қыздырмасаңыздар, онда блинчиктердің бір жері ақ, бір жері сары болып шығады. Енді тестімізді құямыз. Жан-жағы сарғая бастаған кезде зубочисткамен көтеріп отырамыз. Блинчик жасап жатқан кезде табаға вилка немесе басқа да темір заттар тигізуге болмайды. Ол кезде таба мен блинчик бір-біріне жабысып қалады. Сондықтан да ағаш таяқша болмаса зубочистка пайдалануға кеңес беремін. Міне блинчиктер осылай болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер видеом ұнаса, лайк басып, каналыма тіркеліңіздер.